Қайырлы таң, өнер сүйер қауым. 8 тамыз күні Шығыс Қазақстан өнер музейінің кіші залында Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, республикада және шетелде көптеген симпозиумдардың, пленерлердің, конкурстардың лауреаты, ұстаз Нұрсадықов Құдаш Дәулетханұлының «Суреттер сөйлейді» атты жеке мерейтойлық көрмесі ашылған болатын. Осы көрмені бүгін сіздерге мен Шығыс Қазақстан өнер музейінің экскурсиялық көрме секторының маманы кәшесыйлық таныстыратын боламын. Суретші 1962 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Үштөбе ауылында дүниеге келген. Әкесі мектепте мұғалім болса, анасы 10 бала тәрбиелеп өсірді. Суретші бейнелеу өнерін 1984 жылы Семей педагогикалық институтының графика факультетін бітіргендіктен болар, суретші график болып бастады. Облыс авторларының 5 кітабы оның иллюстрацияларымен безендірілген. Суретші Шығыс Қазақстан өнер музейінде жұмыс істеп жүрген кезінде суретшілермен тығыз қарым-қатынас жасауының арқасында кескіндеме өміріне енген кезі болды. Кескіндемеші ретінде облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі көптеген марапаттарға ие болды. Шығыс Қазақстан өнер музейі қорынан және автордың жеке коллекциясынан алынған туындылардан ұсынылған «Суреттер сөйлейді» экспозициясы Құдаш Дәулетханұлының 60 жылдық мерейтойына дайындалған. Жан-жақты дарынды тұлғамыздың мерейтойлық көрмесінде пейзаждар, портреттер, сюжетті көріністер арқылы өз әлемін назарларыңызға ұсынады. Оның картиналарының тақырыбы әлі күнге дейін балалық шақпен тікелей байланысты болумен таң қалдырады. Барлық шығармашылығы сонау 70-ші жылдардағы бейнелерді, туған ауылының табиғатынан алған алғашқы әсерлері мен ауыл отбасының дәстүрлі тұрмыс тіршілігін сақтауға талпыныс. Суретшінің жұмыстарының көбі академиялық реалистік бағытта салынған. Суретші абстрактылы картиналар жазбайды. Импрессионизм бағытындағы жұмыстары соның ішінде пуантализм стилінде орындалған туындыларында түстердің қоспасы ыдырап, көз алдыңызда қозғалысқа түскендей әсер береді. Суретші портрет жанрының шебері. Жанына ең жақын адамдары, жан-жарының, анасының, әкесінің портреттері оның шығармашылығында ерекше орын алады. Өйткені бұл жұмыстар суретшінің олармен байланысының тереңдігін көрсетеді. Сонымен қатар қылқалам шебері өзі ерен құрметтейтін және олардың таланты мен руханилығына, тұлғалығына шын жүректен тамсанатын адамдардың портреттерін де шынайы бейнелеген. Қазақ прозасының қара нары атанған жазушы, сыншы, драматург, аудармашы суретшінің жерлесі Қалиқан Ысқақұлының Баян-Өлгейдегі сыбызғы дәстүрінің бірегей мұрагері, қазақ еліне 100-ге тарта сыбызғы күйлерін жеткізіп, еліміздің мәдени қорына өзінің мол мұрасын қосқан сыбызғышы Кәле Құмақайұлының образы. Еліміздің жеңіл атлетика тарихындағы рекорд иесі, әлемдік жарыстарда ең нәтижелі әрі тұрақты өнер көрсеткен бірде-бір спортшымыз жерлес Ольга Рыбакованың жеңіске жетіп, халықтың ыстық ықыласына бөленген сәтін шебер бере білген. Суретшінің ең жылы естеліктері, үздік туындылары ата-анаға, өлкеміздің табиғатына арналған. Өскен елін перзенттік махаббатпен жазған. Кенді Алтайдың табиғаты мен пейзаждары, киелі шығыс өңірінің тұмса табиғатын, киелі жерлердің сұлулығы мен ұлылығын ұлықтап, рухын сезінуге мүмкіндік береді. Балалық шақ бейнелері, ана образы, көзге көрінбейтін, бірақ шынайы рухани байланыстарды сақтай отырып, оның картиналарында мәңгі қалады. Тума талант қылғалам шеберінің өнерімен тәнтеткен ақындық жолы тағы бар. Суретшілігімен қатар поэзия мен өмірбаяндық әңгімелердің авторы. Бала кезінен өмірі домбырамен қатар жүріп, домбырада шебер ойнап, кәсіби айтыскерлермен бәсекеге түсе алды. Құдаш Дәулетханұлының ұстаздық жолы да жеке дара. Қазір суретші талантты балаларға арналған сурет студиясының жетекшісі. Суретші әр баланың дарынын жетілдіріп, білімін тереңдетіп, ізгі құндылықтарды бойларына сіңіріп, бейнелеу өнеріне шыңдап келеді. 2022 жылғы музейімізде өткен жаңа толқын облыстық
балалар шығармашылығы байқауында оның 8 шәкірті түрлі аталымдар бойынша марапаттарға ие болды. Құдаш Дәулетханұлы жаңғыру шығармашылық бірлестігінің жетекшісі ретінде танымал. Ол туралы біз келесі көрмемізде айтатын боламыз. Көрме 5 тамыз бен 11 қыркүйек аралығында көрермендер үшін ашық болады. Келіңіздер, көріңіздер.